негізі 33-ші орта мектеп 9 қаңтар күнінен бастап жұмыс жасап жатыр. Қазіргі таңда бізде 900 баладай 65 мұғалімдей бар қазір, толық жұмыс жасап жатырмыз. Бір мектеп қана болатын, бұл Үркер шағын ауданына қарасты. Сондықтан бұл жерге бұл мектептің ашылғаны бізге және балаларға өте қолайлы. Жаңа мектеп, жаңа ортаға келгеннен кейін де бұрынғы жаңағы әдеттерін қойып, жаңаша әдет қалыптастырып, балалардың уже ынталандыру нелері жоғарыланып, жақсы жетістіктер көрсетеді деп ойлаймыз. Қазірден бастап бізде робототехника арнайы мұғалімді қабылдадық. Ол өте білімді маман. Қазір факультатив ретінде, кәдімгідей үйірме ретінде балаларды үйретіп жатыр. Өйткені әрбір мектепте робототехника, STEM кабинеттер жоқ. Ол үшін бізде мүмкіндік бар. Бізде бір арнайы блок инклюзивті бөлімі деп аталатын. Оның ішінде сенсориканың бөлмесі бар, логопед, дефектологтың кабинеттері бар, арнайы психологтың кабинеті бар. Ол үшін бір кәдімгідей сол балалармен жұмыс жасау үшін арнайы бөлмелер арналған. Мен бұл мектепте 3-ші тоқсаннан бастап оқимын. Бұл мектеп маған ұнайды, себебі бұл жерде біз үшін, балалар үшін жасалған көптеген мүмкіндіктер бар. Біздің мектеп бір ауысым болғандықтан кейін біз түстен кейін мектепке келе аламыз. Көптеген үйірмелерге келеміз, яғни олардың бірі бізде волейбол, футбол және де домбыра. Бұның бәрі бізге тегін оқушылар үшін. Енді студия ол бізге өте ерекше бір бөлме. Оны бізге Самрұқ-Қазына Construction өзі сыйлық ретінде ұсынған, бізге әрбір жайлы мектепте жоқ. Еңбекке баулу кабинеттің ішінде түгел тігін жасау үшін бізде құралдар бар. Бәрі толық жабдықталған біздің кабинетіміз. Жайлы мектептер үлкен бір адамның капиталына үлес деп ойлаймын. Өйткені осындай жайлы мектептерде мұғалім сапалы жұмыс жасаса, ол әрине біздің балаларымыздың білімге салатын үлесі көп.